Сәлем достар. Бүгін бізде 14-ші сабақтың диалогының бірінші бөлімі. Диалогы сәл көбірек болғаннан кейін екі бөлікке бөліп өтемін. Бұл бірінші бөлімі. 第14课 你的吃是新的还是旧的 дейді. Алдында сөздер жеке өтіп кеткенбіз, осының барлығы түсінікті. Мысалы, сенің машинаң жаңа ма, әлде ескі ме? Енді диалогына қарайық, бұл жай амандасу, хал сұрау барысындағы диалог екен. 王老师好久不见了. 王老师好久不见了 дейді. Ваң дегеніміз немеді? Фамилия. Ваң ұстаз, немесе ваң мұғалым. Хаучу дегеніміз көптен бері, бучелна кездеспедік. Көптен бері көріспей кеттік. Мысалы, ваң лаушы хаучу бучелна. Мысалы, ваң мұғалым, сіз көптен бері көрінбей кеттіңіз ғой, кездеспей кеттік деген мағынады. Дейді. Мына жерде интонация кетеді, адамның таңдануы. Гуан жиңли. Хуаннин дейді. Гуан жиңли. Гуан жиңли дегеніміз неменеді? Директор. Гуан дегеніміз фамилия. Сонда гуан директор. Хуаннин дегеніміз неменеді? Қарсы алу. Сонда гуан директор. Қарсы аламыз. Нин шэнти хаума. Нин шэнти хаума. Мына жерде тұрады диалог иероглифі. Сіздің денсаулығыңыз жақсы ма? Былайша айтқанда қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма? 很好. Нин шэнти怎么样? 很好. Өте жақсы. 很好. Нин шэнти怎么样? Сіздің денсаулығыңыз қалай? Наоборот, енді сұрап жатыр. Мама ху-ху. Әйтеу болады. Өте жақсы да емес, өте жаман да емес, средний, орташа. Әйтеу болады. Жақсы, айтып мүйтіп деген сияқты. Қазақша. Ваң лаушы хаучу бучелла. Ваң мұғалым, көптен бері кездеспедіңіз, көптен бері көріспедік. Гуан жиңлин. Хуаннин. Гуан директор. Қарсы аламыз. Нин шэнти хаума. Сіздің денсаулығыңыз жақсы ма? 很好. Нин шэнти怎么样? Өте жақсы. Сіздің денсаулығыңыз қалай? Мама ху-ху. Әйтеу жақсы. Өтіп жатырмын деген сияқты. Міне бұл 14-ші сабақтың бірінші диалогы. Енді ары қарай біз екінші диалогына кеттік. 第14课 你的车是新的还是旧的？ 1. 课文 1. 您身体好吗？ 王老师，好久不见了。关经理，欢迎。您身体好吗？很好。您身体怎么样？马马虎虎。